Бұл сайлау біздің жұрттың бүгініне бей-жай, ертеңіне енжар қарамайтын, сергек қарайтынын тағы бір мәрте дәлелдеді. Жарысқа шыққан жетеудің 7% белесті ең сергені бар, жетпей қалғаны бар, бүгін ес жиып екпіндерін басты. Бірінен соң бірі жиын өткізіп, олар кешегі сайлаудың қалай өткенін, не көріп, не түйгендерін таразылады. Саяси додаға түсіп бақ сынағандардың дені бұл сайлаудың әділ өткенін айтып отыр. Сонымен саяси партиялар не дейді? Еркін Таңатқан ол тарқатады. Сайлауда бақ таласы болса да, Нұр Отанның жеңісін сөзсіз мойындап, сәттілік тілеген әділет болды. Әділет әдеттегідей әділін айтып, ағынан жарылды. Нұр Отан халықтық демократиялық партиясы өзінің нағыз жалпыұлттық партия екенін тағы бір мәрте дәлелдеді, деді Нәрікбаев. Біз жеңіске жеткен барлық партияларды және жаңа парламентариялар құттықтаймыз. Әсіресе ол енді шындықты мойындауымыз керек. Бүгінгі Нұр Отан партиясы, оның көшбасшысы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы басқарған партия нағыз бүкіл халықтық партия екендігін тағы да дәлелдеп, өте басымды дауыспенен жеңіске жетті. Құттықтаймыз. Еңбектеріне жеміс тілей отырып, олардың жеңіске жетуіне тікелей себепші болған сайлаушыларына сайлау алды уәделерін естен шығармауларын айтқымыз келеді. Біз жаңа құрамдағы мәжіліс саяси заңдарды барынша әділдік пен нәтижелік стандарттарына жақындата түседі деген үміттеміз. Бұл сайлау үлкен сабақ болды, дейді заңгер саясаткер Мақсұт Нәрікбаев. Партия болашақтың қамына кіріспек. Ал ат оздырып, мәжіліске өкілдері өтетін аңғарылған Ақжол арнайы жиын өткізді. Қолдаған халыққа алғысын айтты Азат Перуашев. Және бұл сайлаудың демократия қағидаттарына сай өткеніне екпін түсірді. Біздің ойымызша осы биылғы сайлау лайықты деңгейде өтті деп білеміз. Әрине өткір күрес болды, әрине бәсекелестік болды. Ол да демократияның бір түрі. Ол да демократияның көрсеткіші. Саяси аламанға қатысқан Қазақстан Коммунистік халық партиясына электораттың 7,2% дауыс берді. Алдын ала есеп бойынша әрине 7% белесті бағындырған коммунистер парламентке орақ пен балғасын емес, тың ұсыныстарын арқалап бармақ. Сайлаушыларды қолдаған үшін мен рахметімді айта отырып, ойлаймын, бұл парламентта біздің басқа ой, бәсекелесті ойлар, бәсекелесті пікірлер туындаса, бұл дегеніміз бізге демократия жолдың ең үлкен бастамасы деп ойлаймын. Және біздің қоғамымызда парламентаризмді дамытудың ең басты мәселесі осы болады. Жетеудің бірі болып, бұл сайлауда бақ сынағанымен сол бағы жанбай қалған ауыл партиясы да сайлауға өкпе айтпайды. Барымызды салдық, таңдау халықтікі дейді партия белсенділері. Сайлаудың болғаннан қорытындысы қызық дейді. Көптен күткен сайлауымыз өтті. Бәріміз қызу дайындалдық, қатыстық сайлауға. Осы біздің партиямызға дауыс берген сайлаушыларға үлкен алғысымды айтқым келеді. Және біздің командаға, депутаттарға ұсынған біздің партиядағы әріптестерімізге, филиалдың бастықтарына, ауа райының қиындығына қарамай, қыстың күні шалғақ жер, ауыл-ауылдың арасы алыс, соған қарамай барлық ауылдық райондарға барып шыққан. Патриоттар партиясы да бұл сайлаудың ашық әрі әділ өткенін айтып, бүгін мәлімдеме жасады. Дауыс санаудың нәтижелері кімнің басым, қай партияның қуаты қаншалықты екенін анық көрсетіп тұр, дейді патриоттар. Саяси ұйым елбасы бастаған стратегиялық бағытты мақсатты түрде қолдайды, депті партия өз мәлімдемесінде. Сондай-ақ Нұр Отан партиясын сенімді жеңісімен құттықтаған. Көп партияның болғаны мәжілісте жақсы деп ойлаймыз. Неге десеңіздер, осы депутаттар қазір жаңадан мәжіліс келген адамдар сол келешекте ертең біздің халықтардың жағдайларын шешіп, сондай бір жақсылық әкелеме деп отырмыз. Сонымен тұтас бір айға жалғасқан саяси дода мәресіне жетті. Қазақтың бір тұтас елі өз таңдауын жасады. Мәжіліске 3 партияның өкілдері өтері анық болды. Еркін Таңатқанұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы.